Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге хит пирогтардың бірі восточный пирогты бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі үй температурасына еріп тұрған сармай, ванилин, жұмыртқа және ұн, қант керек болады. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сармайымыз міндетті түрде еріген болу керек. Сармайды, жұмыртқаны, қантты салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды електен өткізіп бөліп саламыз. Ванилин салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Мен дәмі шықсын деп ванилин кішкене қостым. Осылай електен өткізіп саламыз. Сол кезде ұнымыз көтеріңкі болып тұрады. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп, холодильникке жарты сағатқа қамырды жібереміз. Ол аралықта пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды осылай табамызға жақсылап жайып аламыз. Барлық шеттерін бірдей қылып. Содан кейін салмасына үзім саламыз. Курага саламыз. Барлығын жақсылап жайып аламыз. Және де грецкий орех саламыз. Барлығы 100-100 граммнан. Негізі не салсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Содан кейін 3 желание сгущенкасын саламыз. Бір банкасы кетеді. Жақсылап барлық шетіне жеткізіп жайып аламыз. Және де пешімізге 30-35 минутқа жібереміз. Қамырымыз сарғайғанша, қамыр сарғайғаннан кейін ол дайын болды деген сөз. Осылай шеттерін ашып аламыз. 2 сағатқа үй температурасына мұздатып алып барып шешеміз. Мінекей өте әдемі болып шықты және дәмі ерекше ауызда қалады ғой. Видео ұнаса лайк басып, осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Үйге келген қонақтарға, отбасыларыңызға ұнайды деген үміттемін. Жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.